Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін наурызға қарсы наурыз көже дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керегі дәнді дақылдардың барлығын бұқтырып аламыз. Перловка керек, сары жүгері, ақ жүгері және бидай керек. Мен барлығын 30 минутқа қайнатып пісіріп алдым. Және осындай қазы керек. Қазыны және етті суға салып пісіреміз. Оны да көбігін алып, тұз салып, жақсылап етті пісіріп аламыз. Тұзды міндетті түрде сорпаның дәмін көріп отырып саламыз. Мен 30 литрлік кастрюльге дайындап жатырмын. Сол себепті дәнді дақылдарымда көп болды. 30 литрлік кастрюльге жарты килодан бұқтырып қоямыз дәнді дақылдарымызды. Барлық етіміз пісті, етті сүзіп алып, сорпаның дәмін көріп, енді дақылдарды саламыз. Осылай салып барлығын. Мен бірінші мына жерде ақ жүгеріні салып жатырмын. Екінші сары жүгеріні саламыз. Үшінші кезекте перловканы да салып жатырмыз. Қатты қою, сұйық болып кетпес үшін араластырып көріп отырамыз. Ең соңында бидайды салдым. Міне, орташа қоюлықта барлық дақылдарды салып 5 минутқа қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнағанша етті турап аламыз, осылай жақсылап. Бөлек ыдысқа турап қоямыз. Және қазыны да турап қоямыз. Осылай сопақша етіп әдемелеп турап аламыз. Бұл етті сорпаға қоспаймыз. Бірінші көжемізді құйып аламыз. Одан соң барып үстіне қазы мен етті саламыз. Сорпаға сүт қосып берсеңіздер де болады. Мен қоспадым сүт. Наурыз көжеміз дайын. Айран қосып ішсе де дәмді болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.